Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі выпускты енді бұрыннан шығарғым келіп жүрген, яғни уход, бетке арналған уход жайлы түсіргім келді. Қазір ұйқыдан тұра салдым да, енді қыздардың садикке жіберіп, бетіме әлі еш нәрсе жақпағанымда, қалай ұйқыдан тұрдым, солай тұр. Бұл ешқандай мысалы беттің состояниясы менде 2 жыл уход жасағанның арқасында кәдімгідей өзгеріске ұшырады. Енді көп сөзбай сразу кірісе берейін. Көбінесе негізі мен мына нелерді мерекейдің ботаникал деген қолданамын. Уход для умывания, одан кейін тоник, одан кейін крем, даже менде несі де бар. CC кремі. Мен жаңағы тоналканы жаққым келмейді, енді бетіме слой болып тұрған CC крем SPF пен күндіз де қолдана берем. Мерекеге кәдімгідей качествосына риза болып кірдім мен негізі. Духи да бар менде уже қолданған. Мынаны да қолданып жүрген көрінетін шығар, уже жартысына келіп қалды. Мына крем бітіп жатыр, негізі алу керек. Бұл мерекейдің ботаникал деген жаңағы сериясы. Мен оның алдында Time Waste қолданған. Ең бірінші 2019 жылы осы жаңағы коллегамнан көріп уход алдым да. Босанайын деп жатқан кезімде жылына 2 рет аламын. Бұлардың бір жақсы ұзаққа шыдайды да. 2 рет осылай бір комплект алып аламын да. Бәрі бар, уходы бар, жаңағы кремі бар, сесейі бар деген сияқты. Мен мынандай нені сыворотка қостым, әжімге қарсы деген. Енді менде әжім көп жоқ, бірақ көздің айналасы бәрі уайымдатады да, енді массаж жасап жүрем деген сияқты. Қазір енді уақыт өте келіп бәрін бірден алғам жоқ негізі. Уақыт өте келіп, например, массажный білесіздер ма, жаңағы жуынған щеткасын да алдым кейін. Сәл ескіріп қалған көрсіздер, ол бұрыннан бар менде. Сол іске кірісейін, жуынатын бөлмем қараңғылау болып тұр да, түсірейін десем. Содан кейін осылай нетіп алайын, кішкене бетімізді жуып қолдап аламыз негізі. Жуатын кезде барып, жуынатын бөлмеге жуып келіп отырамын. Қолдап аламыз. Так, содан кейін гель дейді, яғни умывалка. Ақырын ғана бетіме мойынды да ұмытпау керек. Бетпен бірге мойынды да күткен дұрыс, себебі қанша бетің әдемі болып тұрғанын мойын білдіріп қояды, қанша жаста екенін. Мына массажный тазалауға арналған жаңа. Сондықтан тереңірек тазалайтын осы. Негізі прям андай массаж болғаннан кейін приятно да. Осылай мен айнамды тағып алайыншы. Енді айта кетейін, уход умывалкадан тұрады. Одан кейін тоник жаққандарыңыз дұрыс, себебі тоник 99% кәдімгідей толығымен тазалайды. Кейде осы жуынып, сразу нені нетсем, кремді жаға салсам, эффектісі болмай тұрған сияқты көрінеді енді өзіме бар ғой. Бетім тартылып қалғандай болып, тоник еще увлажнять етеді. Сосын жуынған кезде көздің айналасы мен еріннің айналасындағы терілерге тиісуге болмайды. Себебі ол жерлер кішкене чувствительность 4 есе жоғары жерлер, оларға арнайы уход керек, арнайы массаж керек деген секілді. Кәдімгі көп ұшып сай жуа салмаймыз да. Мен негізі енді 5 минут болсын бөлуге тырысам ғой осылай. Күніне таңда, кешке. Түнде жатарда жарты сағат бұрын уходымызды жасап алған. Түндегі крем басқа болады. Мен ботаникалда бөлінбейді. Жаңағы Time Waste дегенде ол жерде бөлінеді. Ол жерде ночной крем питательный болады. Ол прям енді терінің состояниясына қарайсыз ба, егер нашарлап жатса, негізі Time Waste алғаныңыз дұрыс. Мен сонымен жақсартып алдым да, одан кейін барып қана осы ботаникал түріне көштім. Қазір мен жуып келейін. Алдым, бетін жуып келейін. Жуып келдім. Бетті қатты сүртуге болмайды, осылай ғана сүртесіз енді. Орамал тағып алып деп жатқандар. Шашымды былай қоям, әдемі болмайды ғой. Сүре берейінші, оған қаталып қалмай деп орамал таға сап түсіп жатырмын. Былай өрем. Өзіме көңіліме шықпады. Енді мына тоник. Тоник бұл менен ватный дискім бітіп қалған. Ватамен істей берем. Менде бір ондай қатып қалған жоқ, ватный диск керек. Ватаны кейде ала саламын. Так, осылай шығады, бетімізді увлажнять етеді. Кремнің алдында негізі осылай сүрткен дұрыс.
негізі бар ғой. Ауадағы ауыр металл, шаң, тозаң, даже ана сигареттің бөлінділері бәрі тереңге еніп кетеді екен. Соның бәрін толығымен тазалау керек. Адамның терісінің жасына қарай жаңағы тәртібі 20% екен да, ал қалған қоршаған ортаның әсері 80%. Тәртіпті жіберетін ультрафиолетовый сәулелер, олар тез кәртитеді, сондықтан SPF пен қысты күні де жару керек. Даже бар ғой, мына бізден сотка деген бөлінетін жарық, газдың жанында тұрғанда бөлінетін жарық, бәрі негізі соның сәулелерге жатады ғой енді. Олар да әсерін береді. Сондықтан мен де айттым ғой, тоналка жақпаймын, тек CC крем жағып аламын, үйде де жағып жүре беремін да. Олардан защищать етеді. Даже есік алдын сыпырғандағы шаң тозаң бәрін қорғап тұрады, бір не қылып, қабат қылып ішіне енгізбей. Енді менің сывороткам бұған әрең жеттім, шыны керек. Бұрында армандап. Так. Хоп. Әркімге қарсы сывороткам. Осы кезде менің жасым нешеде деп ойлайсыздар негізі. Астына жаза кетіңіздер. Видеоның соңында мен сіздерге өзім жасымды айтамын. Менің жасым үлкен көрінеді дегенді бірақ рет естігемін. Еще ол салонда да екі қызым енді әдемілікке жаңағы үйренсін деген секілді қылып тазалыққа бір салонға апардым да, маникюр жасаттым, бірақ мен атмосфераны сезіндіру үшін ғана маникюр жасатқанда да просто қолдарына массаж жасап отырып бір слой лак жағып берді, қолдарын кептірді, болды. Негізі оны үйде де істейміз ғой. Күйеуім айтады, сол 500 теңге, 500 теңге болды, в общем. 500 теңгені екі қызыма лактың екі түрін алып, екі түрлі жағып берсең болады ғой. Жоқ, ол атмосфераны сезіну басқа ғой деп. Сол кезде апардым енді. Сөйтіп екі қызыммен апарып отырсам, бір ашулы апай отыр да. Шынданып отыр да, не керек бұларға, мынау деп. Мен түсіндіре алмай жатырмын енді. Сол кезде жасыңыз неше депті, енді екі қызыңыз бар деп. Жасымды айтсам, үлкен көрінеді екенсің дейді. Сол кезде ғана үлкен екенімді айтпаса, так негізі көбінесе сәл кішірек береді. Сіздер қалай ойлайды екенсіздер, көрейінші. Так, мынау кремнің орнына кететін гель. Осыны күндіз де түнде де жағып аламын. Сыворотка кетті, енді гель жағамын. Маған SPF жазда алу керек. Бұрын тоналка жағып істеген кезде пудра жақсам, бір қабат кәдімгі құрақ жүретін. Қазір дымқылдап бетім. Қандай, мысалы, тоналка не жақсам да жақсысы не жақсы тұрады. Бұрын бір қабат болып тұратын. Еще мен мына купероз деген білесіздер ме? Тамыр жақын болмаса, олар SPF сіз жүруге болмайды негізі. Әсеп бетін қатты ұзап кетеді. Сары адамдарда көп болады негізі. Сондықтан SPF міндетті түрде қолданамын енді. Мен сіздерге бүгін нені көрсетемін деп ұмытып кеттім ғой. Масканың кішкентайларын алғам, енді мен алдым үлкен бітірдім да, сосын кішкентайларын алдым. Мынау черный угольмен маска, поралар жақсы ашады. Жаңа мен негізі тоник жаққаннан кейін маска жағамын деп отырмын, әңгіме айтып ұмытып кеттім. Черный масканы мен мынандай Т-зоналарым бар ғой, сол жирный болатын, сол поралар ашық болатын, қара точкалар көп болатын, соған жағамын да. И жан жағынан мынау гель маска дейді. Осын жағатын, мынау Time Waste'дан қалған, Time Waste'ның маскасы бұл негізі. Содан мерекейдің Time Waste деген сериясын. Соны жағамын жан жағына. Олар да қатты увлажнять етеді. Мен басында кіре салғанда айттым, мен бетім увлажненный, бір жылтырап жүргенін қалаймын деп ше. Сол кезде айттым, маска 2-3 рет аптасына міндетті түрде сыворотка болды, главныйлар да енді. Жаңағы очищение, тоник, крем, ол обязательно бар. Сол кезде комплексно болған кезде бетім жылтырайтып кетті. Оған уже нәтиже желіп келе жатыр, мен бірден бола қоймайды, ол да ескеріңіздер. Сөйтіп мына поралар кейінірек былай ашылып тұрады да, ішінен шығады кәдімгі кірлер ғой, енді пораның ішіне кір толып қалған, содан оны шығарады. Бір 3-4 маска жаққаннан кейін менде уже шықпайтын болды, уже тазалады да, соңына дейін. Енді CC крем негізі губкамен жаққан жақсы, менде губкада таусылып жатыр, ничего страшного, енді ала салармыз. Таусылып жатыр болғанда менің қыздарым ғой, бірдеңеге апарып салып тастайды, басқа бір нәрсе жағып тастайды енді. Маған олар нетпейді, көп тұрмайды ондайлар. Ватный дискті де бір күн нетсем стенаға бәрін білмеймін, сулап жабыстырып тастаған ба, жабыстырып салған ғой.
барын істей беремін. Мынау енді похлопание дейді. Біркелкі жағылу үшін. Басында безеу болған кезде, тоник бар ғой, тониктің құрамында цинк бар айтпақшы. Цинк, білесіздер, присыпканың құрамы цинк деп айтамын, всегда. Присыпка жараларды, қызарғандарды тез қойдырады, жарылған кезде. Цинк мазь дегенді алып жатады. Бұл мынаның құрамындағы цинк сізде безеу болады ғой. Сол кезде осы жуып болғаннан кейін тоникпен жақсаңыз 2-3 рет жаққаннан кейін бетін кәдімгі сушить етіп, тез кетіріп тастайды безеу. Мен бетіме қазір безеу де шықпайды негізі. Безеу шығады ғой, уақытысы айына 1-2 рет шығып тұратын безеулер де шықпайды ғой. Қалай нәтижесі қалай? Ештеңе жақпағандай, бетің өзіңдікі. Далаға шықсан да, басқа қылсан да, бетім жылтырап тұрады. Қазір мен қасымды боя салайыншы. Қасым боямасам негізі өзім көңілім толмай тұрады. Срочно шығу керек болып қалады. Келін болған кезде қатты көп неттім да. Үйде жүресің, боянбай жүре бересің. Сыртқа магазинге барып келіп, туысқандар келіп қалады, бір өзімді ыңғайсыз сезініп кететінше. Кейінірек осы уходқа кейін спокойно жүре беретін болдым ғой. Қасымды боясам болды. Болды, міне нәтиже сіздердің осындай жылтырап тұр деген нәтиже осындай. Қараңыз, бет жылтырайды, әдемі болады. Таңдап тұрғанда организм өзіндегі ішіндегі токсиндерді шығарады. Оны қайтадан жуыңыз. Таңда тұрған кезде мысалы кетіп қалсаңыз, бетіңіз майлау болып тұратын сияқты да. Ол өйткені іштегі май, загрязнение бәрін шығарып тастайды организм. Сол кезде де соны жуып тазалап қайтадан жағуыңыз керек. Түнде жатқанда көбінесе витаминный, питательный кремдер болады. Олар бетке сіңіп, жарты сағатта сіңіп тұру керек та, содан кейін барып ұйықтайсыз. Сол кезде әсерін береді. Көбінесе қатты боянбаймын, осылай ғана жүремін. Негізі қатты боянсам да боянуды білмеймін. Бәрді құртып қоямын. Бұйыртса жасым осы айда 28-ге толады. Енді білесіздер, салмақта негізі артық салмақта адамға жас қосып тұрады. Негізі бетіңізді уход жасап бастайсыз ғой. Бетіңіз жылтырап, өзіңізге ұнай бастағаннан кейін өзіңіздің денеңізбен де алысады екенсіз, яғни арықтауға тырысасыз. Енді мен қазір пока 70 кило болдым, 70 килодан 5 кило тастап 65-ге түстім. Енді ары қарай жалғастырып жатырмын. Бастысы, енді арықтаудағы басты қағида 6-дан кейін жемеу, және ұзақ жасаған әдемі келіншектердің видеоларын көп қараймын да. Енді 60 жаста, 70 жаста, 35-40-қа көрінетін келіншектер көп қой негізі. Мысалы Баян Есентаеваның өзінің видеоларын көп көрдім да. Енді орысша айтқанда, менше жыри дейді. Шынымен адам аз жеу керек екен. Енді ол жайлы өзім ойлап жүрмін. 58-57 деген өзімнің салмағыма түсіп алайын. Содан кейін өзімнің өзіме сынап көрген диеталар, көмектескен кеңестер жайлы тағы да бөлісе жатармын. Кейге мен өзіме тапсырыс беру үшін кіргенмін. Сіздерге де алып бере аламын. WhatsApp-қа жазсаңыздар, теріні или видеозвонокпен жасасақ та, сіздерге кеңес бере аламын. Бір жақсы ай сайын алмайсыз да бұны. Бір алып қоясыз, мен өзім 4 айға жеткіземін. Жылына негізі 2-ақ рет алады екем. Көбінесе мысалы, несін аласыз ғой, гелін аласыз ғой, келесіне де жете береді да, крем біте береді. Сонда мен кремді ғана аламын. Сөйтіп қана алмастырып жүрем толығымен. Жарыққа дейін кеп тұрмын да. Жарты сағат өтті. Сол өздеріңізді күтіңіздер, сұлулық әлемді құтқарады.